Сіздеріңізге қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен табада пісетін, өте көмпейіп пісетін, өте дәмді нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Өте керемет рецепт. Менімен бірге жасап көріңіздер. Мінекей алдымен жылы суымызды құйып аламыз. Мінекей осылай. Енді 1 столовый ложка тұзымызды қосатын боламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Және құрғақ сүтімізді қосатын боламыз. Құрғақ сүт өте наныңызды жұмсақ әрі дәмін келтіретін болады. Керемет болып шығады. Және 1 столовый ложкадай дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше. Енді дайын електен өтілген ұнымызды, 400 грамм ұнымызды жақсылап бөлек-бөлек етіп, 3 бөліп, 4 бөліп салып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, алдымен мен қасықтың көмегімен жасадым. Енді қоюланған соң қолымның көмегімен қамыр илейтін боламын. Мінекей, қамырымыз қатты емес, жұмсақ емес, орташа жұмсақтау қамыр илейміз. Қолға сәл жабысатындай қамыр илейтін боламыз. Мінекей, енді қолымның көмегімен қамырымызды дөңгелетіп осылай істеп аламыз. Сосын кішкене ғана пісте майымызды құйып, тағы да бір илеп қоятын боламыз. Сонда нандарыңыз үлпілдеп өте керемет болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Бір жасаған нан мінсіз болып шығады. Мінекей, барлығын осылай илеп алып, мінекей жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді бетін жауып 20-30 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Мінекей, барлығын осындай салафанмен жауып алдық. Енді бетін жылы сүлгімен, жылы нәрсемен жауып қойсаңыздар, мінекей демде ашитын болады. 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, 20 минуттан кейін біздің қамырымыз ашыды, дайын болды. Көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді табамызға салатын боламыз. Мінекей, табамызды жақсылап кисточканың көмегімен майлап алатын боламыз. Майлап алып, қамырымызды және қақпағына да май жағып қоямыз. Өйткені қазір қамырымызды тағы 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Осылай жақсылап тегістеп салып 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, 20 минуттан кейін қамырымыз дайын болды. Енді газдың ең төменгі отына қойып пісіріп алатын боламыз. Мінекей, ең төменгі отқа қоямыз. Қатты қойып жібермеңіздер. Мінекей, нанымыздың асты керемет болып пісті. Енді қақпағын жауып, келесі бетін пісіріп алатын боламыз. Мінекей, нанымыз дайын болды. Мінекей, өте керемет болып шықты. Кейде свет өшіп қалғанда
Қаяқа жабамыз нанды деп ойланып отырған кезде осылай табаға жабып көрсеңіздер болады. Мінекей өте керемет ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Свет өшкенде осындай табада керемет нан